барша қазақстандық халқын еліміздің президент күнімен құттықтағым келеді. Жастарға тілейтініміз енді өсе берейік, еліміз күшейе берсін. Мықты елдің елбасымыз айтқандай, елу қатарлы елге қатарында болайық. Дорогие казахстанцы, я хочу вас поздравить сегодня с замечательным днем, который наступает 1 декабря и 16-17 декабря. Это днем президента и днем независимости. Уже 30 лет, как Казахстан независимое государство. За это время Казахстан стал узнаваем не только в бывшем Советском Союзе, но и по всему миру. Это благодаря нашему Елбасы Казахстан знает весь мир. Поэтому вам, молодому поколению, надо гордиться тем, что страна добилась больших успехов не только в своем родном Казахстане, но и на международной арене. Поэтому еще раз хочу поздравить вас с Днем независимости и пожелать доброго здоровья, мирного неба над нашим родным Казахстаном. Ең үлкен еліміздің мерекесі, тәуелсіздік, егемендік алып, өмір бойы қазақ халқымыз ойында жүріп, өмір бойы мақсатына жете алмай жүрген жағдайға біз жеттік. Баяғыда Абылай хан өзіміздің марқұм атамыз сұрақ қойыпты ғой. Ал енді, құрметті Абылай, бұл өмірде не жасап кете алмадыңыз? Қандай жағдайым жетпеді дегенді сонда айтты. Менің арманым енді қазақтың басын қоса алмадым, астанасын сала алмадым, егемендігін ала алмадым. Осы жағдайда саламай кеттім деп. Сол сияқты біздің Нұрсұлтан, менің замандасым, елбасымыз айналайын, соған бәрін қолымыз жеткізді, егемендік алдық. Халқымыздың басын біріктірді, мынандай үлкен астана салды. Астанамыз жайна берсін, халқымыз өсе берсін, ауылымыз, жерімізде бірлік, береке бірлік болсын. Бәрінен де қазақ халқына айтатын, бауырларым, ағаларым, інілерім айтатын, бірлікте болайық. Біздің мемлекетте біз қандай болсақ, қазақ халқы, басқа ұлты сондай болады. Біздің арамыз берік болса, арамыз жақсы болса, онда біздің мемлекетте өркейе береді, өсе береді. Тойға, тойдан жете берейік, аман болайық. Елбасы күні елдіктің алтын тұғырын айқындайтын мереке. Әрине, заманның заңғар тұлғасының кемеңгерлік, көрегендік келбетін әлемдік сарапшылар мойындады. Бүгінде қазақ елі төрт терезесі тең, керегесі кең, балталаса да бұзылмайтын бірлігі мен бақ түспейтін достық орнаған егемен елге айналды. Егемендікті еңселету жолында елбасымыз батыл байламдарға, нық қадамдарға барды. Өзіме журналист ретінде осы орайда елбасының бір қанатты сөзі ойыма оралып отыр. Елбасымыз айтқан болатын, журналистер санаға сақ, халыққа жақ болсын деген. Осы бір қанатты тәмсіл бүгінде талай тілшінің өмірлік темір қазығына айналды. Бүгінде біздің еліміз дамудың даңғыл жолына түсті. Өзге елдер қызыға да қызғана қарайтын мемлекетке айналды. Бастысы біздің тірегіміз тәуелсіздік, тілегіміз тұрақтылық, білегіміз бірлік. Тарихын тасқа қашаған арғатам түпкі сақ бабам, бабалар аңсап жеткізген тұғырлы тәуелсіздігімен мақтанам. Елімнің маңдайынан бақтаймасын, қазаны қазағымның ортаймасын. Ордалы тәуелсіздіктің 30 жылы құтты болсын, көгінде күн күлімдеп ән ойнасын. Бұл жерде бәрі тұңғыш, бәрі алғашқы Теміртау өсірген жер алаңдасты. Тұңғыш шойын балқыған бұл мекенмен тұңғыш президент биікке қадам басты дегендей, елбасымыз еліміздің тірегі деп сенсек, елбасыға тірек болатын, қамқор болатын, халқы аман болсын.
алда келе жатқан тұңғыш президент күні құтты болсын. Еліміздің тәуелсіздігі 30 жасқа толып жатыр. Бұл біз үшін тарихи әрі өте маңызды сәт. Мемлекетіміздің ғұмыры баянды болсын. Ғасырдан ғасырға ұласа берсін тәуелсіздігіміз.